Мәссаған, қандай керемет күн. Рэмбодэш ерте тұрып, аспанды бұлттан тазартыпты. Бүгін бүкіл Понивилия сыртқа шығып сейілдейтін шығар. Бұл қалай? Понилер көрінбейді ғой. Бүгін понилердің мерекесі ме еді? Ол жағын білмедім. Аузымнан жағымсыз иіс шыға ма? Күнде солай емес пе? Мыналарың зомби ма? Олай емес сияқты. Демек, солай болуы мүмкін ғой. Твайлайт! Спайк! Бері келіңдер! Бері келіңдер! Тез! Әйтпесе ол ұстап алады. Кім? Зомби пони ме? Зомби пони! Спайк, зомби пони деген ештеңе жоқ. Пинки, қараңғыда неге жалғыз отырсың? Мұнда жалғыз отырған жоқпын. Ой, жарайт, бәрін қараңғыда неғып отырсыңдар? Біз анадан жасырындық. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, Шын жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Қауесеттер 9 бөлім. Оны көрдің бе, Твайлайт? Зикораны көрдің бе? Блум, оның атын атама дедім ғой. Бұрылып қараған кезде байқадым. Көзі сондай қорқынышты. Өз-өздеріңнен жасырынып алған екенсіңдер ғой. Өз-өзімізден бе? Көз қарасының өзі есті шығарды ғой. Зекораның қалаға келе жатқанын көріп, сіңілімнің кішкентай тұяғы да дірілдеп қорқып кетті. Олай емес. Сосын оны көтеріп, осында келдім. Мұнда өзім келдім. Қойсаңшы, Эпплчек, мен кішкентай емеспін, ешкімнен қорықпаймын. Зекорадан қорғана алмайсың. Өзі бір түрлі. Үрейлі. Және қорқынышты. Қоясыңдар ма жоқ па? Жолақтарына қараш, көзге ерсі көрінеді екен. Ол жолақты жылқы. Не дейсің? Жолақты жылқы, сәнде нейін деп үстін бояп алған жоқ. Өзі солай туылған. Қайдағы туылған? Бұл маңайдан ондай пони көрмебем, тек соны көрдім. Мүмкін бұл жерден емес шығар, әрі ол пони емес. Кітабымда алақұландар алыста мекендейтін айтылған. Бірақ Понивилиядан көрген емеспін. Қайда тұрады екен? Енді түсіндім. Ол әлгі қорқынышты орманнан келді. Спайк! Кешірім өтінем. Ол тым өзгеше орман. Бір түрлі өсімдіктер бар. Жануарлар өз күнін өзі көреді. Аспандағы бұлттарда. Өзі қозғалады. Әлгі зұлым Зикора сол орманда тұрады. Ойына келгенін істейді. Ол өте сұлым. Тіпті оған арнап ән жаздым. Алтыңдайық. Қорқытып бәрін жүреді, бибилепке көреді, көзіне көзі түскендер құрығанын біледі. Не істейді ол енді? Қорқытады тегелді, ұстап алса жеп қояр, байқап жүріңдер енді. Міне бұлай. Мәссаған, керемет ән. Тағы өңгеуім керек. Мұның бәрі қауесеттен басқа түк емес. Айтыңдаршы, осы Зикораның не істегенін көрдіңдер? Айтар болсам, айына бір рет Понивилияға келеді. Сосын дүкенге барып жасырынады. Мәссаған, Ал содан кейін жер қазады. қандай қорқынышты. Жарайды, кешіріңдер. Оның несі жаман? Айтыңдаршы. Ол әншейін қалаға келетін шығар. Ол бізбен араласқысы келетін шығар. Және ол дүкенге келгенде жасырынбай, керек затын алатын шығар. Дүкенге келіп, керегін алмай ма? Понидің бәрі дүкен аралайды. Не ойлағанын білесің? Блум, араласпа үлкендердің әңгімесіне. Мен де ересек понимін. Ал жер қазғаны ше? Бұл саған бір түрлі көрінбей ме? Айтшы. Жазықсыз жануарларды көміп жүрсе ше?
Меніңше, қыздар, бәрінің де себебі бар. Осынша понидің біреуі батылдық танытып, іске кіріссе, мән-жайды білер еді. Мен батылмын. Бәрін өзім анықтаймын. Кейде сендерді түсіне алмаймын. Мен Зекораның шөп жейтінін естідім. Пинки, мен де шөп жеймін, сен де шөп жейсің. Я, бірақ сол кездегі түрі де қорқынышты деп естідім. Әй, Эпплблум қайда? Есік ашық тұр. Сыртқа шығып кетіпті. Ал далада Зекора бар. Ол ақымақ қайда кетті? Ешқайда шықпа дегенмін. Спайк, осында бол. Эпплблум келіп қалу мүмкін. Көп болады. Эпплблум! Қане, дереу бері кел. Байқаңдар, понилер. Мына көк жапырақтардың бір пәлесі бар. Сен бізді бұлай қорқытам деп ойлама, ұқтың ба? Біз сендерге бізді қорқытпаймыз, ұқтың ба? Қап, сендерде. Байқаңдар. Өзіңе қарап ал, Зекора. Сенің қарғысыңнан жаман нәрсе жоқ шығар. Ал сен, неге әпкеңнің тілін алмайсың, а? Мен Зекораның сені дуалап тастауы да мүмкін ғой. әнімде соны айттым. Қорқытып бәрін жүрет, бибилеп те көрет, құрғанын білет. Достар, қарғыс деген нәрсеге сенбеңдер. Мұндай сөзді сиқыршы ханымның өзінен естіген қызық екен. Менің сиқырым, яғни шын сиқыр өзі шығады. Ол туа біткен қасиетім. Ал қарғыс деген өтірік, шын сиқыр емес. Олар тұнба мен сиқыр сөздерді қолданады. Түтін мен айна бәрін қорқыту үшін. Бірақ дуаның, қарғыстың шын күші жоқ. Мұның бәрі понилердің қиялы. Оны көреміз, Твайлайт. Кейбір пони аңыздарының шын екенін түсінесің әлі. Қорқытып бәрін жүреді, бибилеп те көреді. Байқаңдар. Көзіне көзі түскендер құрғанын біледі. Бізді қорқытуға келді ме? Зұлым алағылар. Енді не істер екен? Оны көрерміз, Твайлайт. Пони аңыздарының кейбірі рас қой. Ұстап алса жеп қояр, байқап жүріңдер енді. Байқаңдар. Мәс саған, қандай қорқынышты түс. Қайдағы бірдеңелер. Қызық. Зекора шашымды сиқырлады ма екен? Ай, мүйізімді сиқырлапты. Бұл емес. Мына кітаптың бірінде де емі жоқ. Туф, менің мүйізіме не көрінді екен, а? Бұл ауру ма? Әлде аллергия ма? Сиқыр. Шын себебін деймін. Яғни шын нәрсе болуы керек, Спайк. Мұна кітап ше? Тылсым күштер? Спайк, тылсым күштер деп елес, рух, зомбилерді айтады. Соны да сиқыр дейсің бе? Бұл кітаптағының бәрі де өтірік. Ал қателессең қайтесің, Твайлайт? Бұл шын боп қалса ше? Фиқыр деген не? Пинки, саған не болды? Ей, ақырын сөйле. Мынау не, Пинки? Оның айтайын дегені, Зекорай, бәрімізді сиқырлап кетті. Шынымен солай болған сияқты. Бұлай дегім келмейді, Твайлайт. Мен солай дегенмін. Бұл сиқыр деп айттым ғой. Латыршайға ештеңе болған жоқ қой. Иә, оған мүлде еш нәрсе болған жоқ. Латыршай, бәрі дұрыс па? Саған бірдеңе болды ма? Енді бізге айтсаңшы. Сонымен сен айтқың келмей ме? Айтасың ба, жоқ па өзің? Қане сұлу қыз, айтсаңшы.
Бұл жайлы айтқым келмейді. Қандай күлкілі, бәріңе не болған? Сенің жалың өсіп кетті. Рэмбо Дэш құлады, Пинкидің сілекей ағат, Эпплджек шіреп қалды, Флаттершайдың дауысы жуандады, ал сен... Айтарым жоқ. Твайлайт Спаркл, шын айтсам, саған қатысты айтарым жоқ. Бұл әзіл емес, Спайк. Барып кітаптарды ақтарып, емін ізде. Меніңше бұл сиқырдың емін Зикораның жерінен іздеу керек. Бұл сиқыр емес. Дэш дұрыс айтты. Зикораға барып, бізді қарғыстан арылт дейміз. Бұл қарғысты емес. Біз Зикораға баруымыз керек. Жоқ, айтылай Қарғыстан арылт Бәріне дейміз. мен кінәлімін. Зикораның соңынан бармағанымда мұның бірі де болмас еді. Бір амалым табуым керек. Мынау тағы қайда бара жатыр? Не десең де өзің біл, Твайлайт. Біз тезірек жиналып, Зикораға барамыз. Кеттік, қыздар. Менімен бірге барасыңдар ма? Мен де барам. Білмеймін. Бұл қорқынышты сияқты. Ал сен ше, Эпплджек. Эпплджек? Біреу оны басып кетті. Үстіне отырып алды ма? Реритидің шашы. Не істеп жатырсың? Қойшы енді бұлай істегенің ыңғайсыз ғой. Әпіл Блумда жоқ. Зикораға кеткендер анық. Онда іздеп барайық. Кеттік, қыздар, жүріңдер. Мәссаған, не болып қалды? Ей, көмектесіңдерші. Мәссаған, кешір. Ай, Спайк, кеттік бе? Жоқ, мен осында қалып ем іздеймін. Жақпамай. осы орныңнан қозғалма. Енді оңға бұрыл, Бикеш. Жоқ. Жоғы нес? Сен әпкеңнің тілін алмайын дедің бе? Кешір, Эпплджек. Енді мен сенен үлкенмін. Әпіл Блум, қане тез, бері кел. Кел, әйтпесе сазайыңды берем. Шамам жетсе дегенім ғой. Жүріңдер, қыздар, Зикораны тауып алайық, тезірек. Айтуға оңай. Ей, мені күтіңдер! Рэмбо, болды, рахмет. Бізде уақыт тығыз. Зикораны ерттеп мінетін күнде келер. Қане, тезірек жүр. Түсінбедім. Мұның не? Жоқ, Рэмбо Дэш, бұл жақ емес. Түрім қандай қорқынышты. Иә, мына жердің өзі де қорқынышты. Керемет безендіріпті. Қорқынышты нәрселер ұнай ма? Улкоти, вам нази, укипата упеп. Әніңді ұрлап па? Пинки, әніңе мүлдем ұқсамайды ғой. Ол золым сиқыршы, биеде қорқынышты, көзі түссе көзіңе, сиқырлайды құрсыншы. Тағы не істейді екен, оны ешкім білмейді. Жем боп қалмайын десең, аулаушы рол көрмейді. Сондықтан қорқпа. Әлгі нәрселерді көрдің. Бізге енді сенесің бе, Твайлайт? Қорқынышты бетперделер, түсініксіз сиқырлар және қазанда қайнап жатқан нәрсе. Туф, бәрі шынымен де бір түрлі екен. Жақсы емес. Әлде Зикора сорпа қайнатып жатқан шығар? Понилерге осы ысығаны да жетіп қалар. Енді әлгі кішкентай Эппл Блум қайда?
Әлде Apple Bloom'ды қайнатқалы жатыр ма? Apple Bloom'ды қайнатқалы жатыр ма? Мен келе жатырмын, Apple Bloom! Вате, маха. Мәссаған! Абайлар, Рембо Дэш! Мале. Apple Bloom'ға не істедің? Жоқ. Мале. Понилер, бұларың не? Қап, бәрін бүлдірдіңдер ғой. Сонша өре боп қайнатқанымды төгіп тастадыңдар. Сені іздеп келдік, Зикора. Бізді сиқырлағаныңа сенбейін деп едім. Енді бәріне көзім жетті. Менің түрім күлкілі болып қалды. Менің даусым жуандап кетті. Менің мүйізімді құрттың. Бұларың не? Үйімнің астан кестеңін шығардыңдар. Еңбегімді зая кетірдіңдер. Енді келіп жала жабайын дедіңдер ме? Бізді сен сиқырладың. Енді өзің емдеуің керек. Мұна әрекеттерің дұрыс емес. Сендерге қатты ашуланып тұрмын. Apple Bloom қайда? Зикора, сұраған нәрсеңнің бәрін тапқан сияқтымын. Мұнда бәрін келіп алғандарың не? Apple Bloom, амансың ба? Әрине аманмын. Зұлым Зикора бізді сиқырлады. Енді сенен сорпа пісірмекші. Twilight, мұндай күлкілі нәрсеге өзің сенесің бе? Ондай сиқыр болмайды деуші едің ғой. Apple Bloom, күнім. Қараш, мынаны сиқыр демегенде не дейміз? Бұл сиқыр емес. Бәрін еске түсіріңдер. Басында мен сендерге не дедім? Байқаңдар, понилер. Көк жапырақтан сақтануларың керек. Ол бізге ескертті. Көк өсімдікке жоламаңдар деді. Сол өсімдік улы екен. Ол улы еменге қатты ұқсайды. Бірақ уы дәл сондай күшті емес. Сонда мұны қалай түсінуге болады? Ол өсімдік ешкімге қастық ойламайды. Бар болғаны біраз күліп алғысы келеді. Бұл сөзді маған түсіндіріп беріңдерші. Оның айтып тұрғаны, Apple Bloom'ды іздеп шыққанда улы өсімдіктің арасынан өттік. Бұл әлгі өсімдіктің әзілі боп шықты. Әзілі? Өте күлкілі. Солай-ақ болсын. Бірақ қазанда не болды? Ал түсініксіз сөздер. Сосын қорқынышты бетперделер. Бұл туған жерімнің қазынасы. Мынау сәлем деп тұр. Ал мынау қош келдің дейді. Шынымды айтсам, қош келдіңге ұқсамайды. Ал әлгі айтқан сөздерімнің емдік қасиеті бар. Ал қазанда не болды? Apple Bloom'ды қайнатайын дедің бе? Тыңда, Twilight, қазанды мен үшін қайнатқан жоқ. Ол шөптің қоспаларын қайнатты. Әлгі өсімдіктің уын осылай қайтаруға болады. Сол суға шомылсаңдар болды. Кітаптардан емін іздеп едім, таппадым ғой. Бұл қандай кітап өзі? Мына кітапты көрдің бе? Кітапханада болмағаны өкінішті. Негізі, менде бұл кітап бар. Бірақ аты күлкілі болғандықтан оқымап едім. Тылсым күштер, табиғи қоспалар мен шөппен ақ бәрін емдеуге болады екен. Мен кешірім сұраймын, Зикора. Бәрінің жауабы мән бермеген нәрсемде болып шықты. Бәлкім келесіде жақсылап қарап, кітапты мұқабасына қарап бағаламассың. Зикора, сен бізге тағы да сиқырлы шөбіңнен қайнатып бересің бе? Ренжімей қайнатып берер едім. Тек менде панивилияның шөбі жоқ. Зикора қалаға келген сайын, дүкендер өз-өзінен жабылады екен. Иә, ол жағын өзіміз тындырамыз. Қараш, Роз, қандай қорқынышты. Сиқыршы бәрін сиқырлап тастапты. Қашыңдар! Тығылыңдар! Қашыңдар деймін! Дейзи, сөйлесуіміз керек. Қымбатты Селестия ханшайым. Бұл аптада достарыммен бәріміз маңызды нәрсені түсіндік. Кітапты мұқабасына қарап бағаламау керек. Біреуі ерекше, күлкілі не қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Бірақ мұны елемей, кітаптың ішіне үңілу керек. Шын достар мұқабаңа қарап жатпайды. Олар жаныңа үңіледі.
Жақсы доста, жақсы кітап сияқты мәңгіге жетеді. Адал шәкіртіңіз Twilight Sparkle. Зекора бикеш, маған әлгі қоспаңыз керек боп тұр. Керемет нәрсе сияқты. Applejack. Ей, Applejack қайда? Мен мұндамын, сіңілім. Енді кішкентай емеспін. Дәл осындай сұлу екенімді бұрын соңды сезбеппін. Мен саған сөйлей алмай қалған кезімде қатты қорықтым. Енді өзім көп сөйлейтін болғандықтан, тіліме бірдеңе болған кезде қиналдым. Солай емес пе? Иә. 9-шы бөлім. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Көп рахмет, кішкентай тиынжан. Бірақ бұл гүлдер Селестия ханшайымдық екенін біліп қой. Ол тек керемет гүлдерге ғана лайық. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сәлем, балақай. Өмірімде сен сияқты жанды бірінші рет көріп тұрмын. О, сенің қарның аш сияқты. Мінеки, жей ғой. О, қарның әбден ашыпты ғой. Өзің неткен сүйкімді едің. Тездетіп сені достарыммен таныстырайын. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, шыжырекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Зиянкестер. 10-шы бөлім. Ой, Спайк, жылдамырақ қимылда. Үй іші өздігінен жиналмайды. Бұл үй өздігінен шашылып қалған жоқ шығар. Селестия ханшайым ертең таңертең келеді. Мен ресми кездесу екенін білген жоқпын ғой. Мәртебелі ханшайым күнде келе беретін қонақ емес. Сондықтан үйдің іші жайнап тұрғанын қалаймын. Ал сен маған көмектесесің. Мүмкін сен кітаптарды бөліп оқырсың, Үйдің іші жайнап тұруы керек. Ерігіп жүретін уақыт жоқ. Білесің бе, біз бір-бірімізге бөгет жасамасақ тіптен керемет болар еді. Өте дұрыс. Сен онда жалғастыра бер, ал мен барып басқалардың дайындығын көріп келем. Мүмкін мен... Қалған әріптер қайда? Біз барлық әріптерін сыйғыз алмадық. Қош келдіңіз, Селест ханшайым деген баннерді ілуге болмайды. Шешіп қайтадан жасаңдар. Өте тамаша. Осылай жалғастыра бер. Сәлеметсіздер ме, Бәліш ханым мен Бәліш мырза? Дайындық қалай? Ай, мынау болмағанда бәрі жақсы болатын еді. Пинки, мұның не? Бұл тәттілер Селестия ханшайымға арналған ғой. Білемін. Сондықтан да мен олардың дәмін көрдім. Ханшайымның көңілінен шығатынына көз жеткізу үшін бұлардың дәмін татып көру керек. Енді мен, Пинки Пай, бұл тәтті дәмділер патшасына лайық деп мәлімдеймін. Не патшайымның, не ханшайымның. Ойлай, Пинки, айтсам сенбейсіңдер. Ой, кешіріңдер, сөздеріңді бөліп жібердім бе? Жоқ, келе ғой, төрлет. Не болып қалды, Флаттершай? Мәңгі жасыл орманнан не тапқанымды айтсам сенбейсіңдер. Балақай, шыға ғой, бәрі ойдағыдай. Үшеу? Қандай әдемі. Бұларың кім өзі? Өзім де білмейм, және мына екеуі қайдан шыққанын да білмейм. Мына біреуін мен алайын. Неткен сүйкімді өзі. Жаным сол.
Спайкке де жақсы жолдас болатын болды. Енді сабақ оққанда мені мазаламайды. Пинки, сен де біреуін алмайсың ба? Бұл пара спрайт қой, естерің дұрыс па? Пара не? Олар саған ұнамайды ма сонда? Қазір маған тромбон керек. Не дейді? Тромбон керек. Бу-бу-бу. Ай, қызық өзі, Пинки. Түзу тұршы, Рэмбо Дэш. Тұра алмаймын. Менің ұшқым кеп тұр. Бір орында тұрғаннан ішім пісіп кетті. Селестия ханшайымның алдында әдемі көрінгің келе ме, жоқ па? Шіркін-ай, Рарити, мына көйлектер көздің жауын алады екен. Рахмет, Твайлайт. Біреу менің дарынымды бағалағанына қуаныштымын. Әбден зеріктім ау. Твайлайт, бұл ненің дыбысы? Мә саған, бұл кімдер? Одан да бұлар қайдан шықты деген дұрыс болар. 1 минут бұрын біреу ғана еді. Мен біреуін алайын. Мен де, олар керемет екен. Аккордеонды қайдан табуға болар екен, қыздар? Сүйкімдісің. Қандай сүйкімді. Рахмет. Әдемі безендіріпті. Банкет. Ертең бәрі жақсы өтеді деп үміттенем. Алаңдаудың керегі жоқ. Спайк! Спайк, тез тұр. Мұнда не болды? Не болып жатыр? Бұлардың бәрі қайдан келді? Білмейм. Түнде балақайдың қарны ашқан соң кішкене тамақ беріп едім. Бірақ қалғандарының қайдан келгенін білмейм. Ой, бұлар менің еңбегімді еш қылды ғой. Ханшайым бірер сағаттан кейін келеді. Спайк, мыналарды ұстауға көмектес. Сеніңше, мен немен айналысып жатырман? Түсінікті. Еріккенді қою керек. Жіберіңдер мені! Өздерің сүйкімді болып алып, жақсы көмекші екенсіңдер. Саған не болды? Сұмдық қой, тәртіпсіздік жасайтындарды бутигіме кіргізбеймін ешқашан. Эпплджек маған гармошкасын берді. Қандай керемет. Ханшайымның келетін уақыты жақындап қалды. Пинки, қазір менің уақытым жоқ. Менің уақытым бардай. Әлі қаншама музыкалық аспаптарды іздеуім керек. Білсең ғой. Егер екеуміз тізімдегілерді бөлісіп іздесек, уақытында үлгеретін еді. Қош, Пинки, менің бос жүгірістерге уақытым жоқ. Жағдайым қиын болып тұр, түсінесің бе? Жағдайың қиын екен, тамаша. Мен болсам банджо іздеуім керек. Екеуміздің де жұмысымыз ауыр сияқты. Менің де. Латыршай жануарлар туралы бәрін біледі. Бұлардың көбеюін қалай тоқтатуға болатынын да білу керек. Сұмдырай. Бірдеңе істесеңші. Қолымнан келгеннің бәрін істедім. Оларға қойыңдар деп айттым да, жалындым да, жұқартып айттым да, және де...
Ханшайым келгенше мыналардың көзін құртпасақ құрыдық қой. Менің ойымша енді тоқтата алмаймыз. Флаттершай, сенің алмаларыңды алып келдім. Бірақ неге сонша көп сұраттың? Ей! Енді не істейміз? Таптым. Эпплджек сияқты ешкім үйірді жинай алмайды. Иә, олардың бәрін қайтадан орманға айдап апарамыз. Ол менің қолымнан келеді, бірақ маған көмектесіңдер. Twilight, Rarity екеуің ана жақта күтіңдер. Мен мыналарды сендерге қарай алып барам. Rainbow Dash, Fluttershy екеуің үстімізден ұшып бақылаңдар. Олар жан-жаққа ұшып кетіп жүрмес. Құп болады. Ехау! Дайынсыңдар ма? Кеттік! Rarity, байқа, ана біреу қашайын деп жатыр. Dash, соған ие бол. Қанеке қыздар болыңдар. Пинки, Twilight, уақыт өте тығыз. мен білмейді деймісің, Ханшайым әп-сәтте келіп қалуы мүмкін. Дұрыс айтасың. Сондықтан мына жүгірісті қойып, маған маракас табуға көмектесіңдер. Маракас? Пинки, біздің маракас деуден басқа да маңызды шаруамыз бар. Дұрыс айтасың. Ең бастысы труба табуымыз керек. Кеттік. Кеттік дедім ғой. Пинки пай, сен бәріне сондай жеңілтек қарайсың. Ал сендер сондай қыңырсыңдар. Қыздар, қане, кетсе кете берсін, қане тездетейік. Мыналардан тезірек құтылу керек. Тамаша болды. Жақсы болды. Жарайсың, Эпплджек. Сендер болмағанда түк те шықпас еді. Ал енді Ханшайым келмей тұрып, тезірек үйді жинастырайық. Жарайды, әркім өз шаруасын біледі. Уақытында үлгеру үшін бар күшімізді салуымыз керек. Бұл не? Бұл қайдан шықты? Енді мен біреуін ғана қалдырайын деп едім. Өзімді тоқтата алмадым. Олары сондай сүйкімді ғой. Бұлармен арпалысатын уақытым жоқ. Енді не істейміз? Ауа райының көмегіне жүгінеміз. Мыналардан құтылатын уақыт келген сияқты. Жарайсың, Дэш. Мәселеміз шешілген секілді. Олар мына тарелкалардың дыбысына еріп жүр. Ей, қайтар деймін. Ой, 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 ой. Мынаған шамам жетпейтін сияқты. Қолда аяққа тұрмай. Пинки пай, барлығын құрттың ғой. Екі су жаңа тарелкадан айырылып қалдым. Музыкалық аспап іздеуді қоя тұршы. Соның кесірінен Панивелияны құтқарудың орнына бәрін білдірдің. Мен? Нені білдірдім? Мен білдіруші емеспін. Білдіруші емеспін. Немесе... Қыздар, кеттік. Бұдан түк шықпайды. Ол барлығын теріс түсінеді. Хей, тоқтаңдар! Сәл кідіріп менің сөзіме құлақ салыңдар. Бұл мәселенің басқа шешімі бар. Енді қайттық. Олар қаладағы азықтың бәрін жеп қоятын болды. Менің алмаларымды ма? Бір шешімін табу керек. Таптым. Олар тамақ жемейтіндей етіп сиқыр жасаймын. Қараңдар, сылдырмақ таптым. Мүмкін...
тамаша. Енді олар тамаққа қызықпайды да. Ой, бұл, егер олар менің дүкеніме кіріп алса, әркім өзін ойлайды. Менің көйлектерімді құртты. Кетіңдер. Жоғал дедім, жүгірмек. Кетіңдер. Мен сені құтқарам. Ешкім де әлі Apple отбасының егістігіне қол тигізбейді. Дайын болыңдар, олар келіп қалды. Бұлай боларын білген жоқпын. Көмектесіңдер. Олар әріптерді жеп жатыр. Көмектесіңдер. Есің дұрыс па? Зигора, мына балақайлар Панивелияны жеп қоятын болды. Ал қаншайым болса жақындап қалды. Өтінем, бізге көмектесші. О, кішкентай құбыжық. Шатаспасам, менің бетімде отырған бұл парасприт. Білмеймін, солар ма? Біреулердің айтуына қарағанда, олар егістіктің барлығын жеп қояды. Бұлар Панивелияда болса, бітті дей бер. Ой, бұл, қаншайым келіп қалды. Жарайды, таптым. Рейнбоу Дэш, оларды біраз алдар қататты. Жақсы, ал енді барлығымыз жабылып Панивелияны айнытпай ана жерге салуымыз керек. Ол үшін уақытты қыз. Зигора дұрыс айтыпты. Жағдайымыз тым ауыр. Ой, бұл, қаншайым келіпті. Барлығы бітті дей бер. Пенки, біз мына жерде қатты қиналып отырғанда, қазір ерігетін уақыт жоқ. Қараңдар! Twilight Sparkle, қымбатты шәкіртім. Сәлеметсіз бе қаншайым? Сенімен де достарыңмен де қайта қауышқаныма қуаныштымын. Қалай жеттіңіз? Жолда кептеліс болған жоқ па? Бұл не өзі? Неткен сүйкімді өзі? Ешқандай да сүйкімді емес. Менің келу құрметіме шеру ұйымдастырған үшін Панивелия тұрғындарына алғысым шексіз. Шеру? Я, шеру. Өкінішке қарай, кездесуді келесі жолы жалғастыруға тура келіп тұр. Филадельфияда төтенше жағдай орын алды ма деп қауіптенем. Ол жақты зиянкестер жайлап алған сияқты. Зиянкестер ме? Я, қымбаттым. Жайбарақат жатқан қаланы зиянкестер үйір басып алыпты. Twilight Sparkle, кешірім өтінем, әбден сенің мазаңды алдым ғой. Мазамды? О, не дегеніңіз? Кетпестен бұрын, сен маған достық туралы тағы бір баяндамаңды жасап бересің бе? Менің баяндамам? Достықтың жаңа қырын ашқан жоқсың ба? Расында таптым. Кейде әу бастағы қиыншылықтардың шешімі күтпеген жерден табылады. Сондықтан достарыңның айтқан ақылы мағынасыз боп көрінсе де. Анда-санда тыңдаған жөн екен. Жарайсың, Twilight Sparkle. Сенің достарыңа да қатты сүйсіндім.
бір-біріңнен жақсылық жасауды үйреніп жатқан сияқтысыңдар. Көп рахмет, Ханшайым. Эй, Ханшайымдарың не болды? Филадельфияда төтенше жағдай. Зиянкестер қаптаған сияқты. Ойбу, оларда да парасприттер қаптаған ба? Жарайды, мен трубаны таптым, жолға шығайық. Меніңше, Ханшайымның өзінің шамасы жетеді. Пинки Пай, демек бұлардың қандай екенін білген екенсің ғой. Әрине, мен не үшін шырпыр етіп мына аспаптарды жинады дейсіңдер? Сендерге талай рет айтпақшы болдым. Түсіндік, Пинки Пай, сені тыңдамағанымыз үшін кешірші. Кешірім сұраймыз. Біз кейде сені түсінбесек те, сен біздің нағыз адал досымызсың. Сендер де менің ең жақын достарымсыңдар. Кейде тіпті өз-өзімді түсінбей қалам. Селестия Ханшайымның алдында абыройымызды сақтап қалдың. Ал ең бастысы, Панивелияны аман алып қалдың. Жоқ. 10 бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.